Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 9-шы сыныптың ең басты тақырыптардың бірі митоз және миозды өтетін боламыз. Сендермен бірге мен, Шұға ұстаздарың. Енді ең бірінші назар аударатын нәрсе митоз және миоз. Негізі естіген боларсыңдар осыған дейін, бірақ нақтылай тоқталып өтейік. Жалпы адам денесі бізде қалай өседі? Көріп тұрғандарыңыздай, мен қызық қылып, сіздерге барлықтарыңызға түсіндіретіндей қылып, бізде адамның даму кезеңдерін бейнеленген болады. Бұл енді адамның сонау ғасырдан бері келе жатқан тарихи тұрғыдан қарайтын болсақ, бірақ биологиялық тұрғыда қараған кезде бізде жалпы адамның дамуы екі түрде жүреді. Бұл бізде ең басты біріншісі жасушалық. Оның ішінде даму, митоз және миоз болып бөлінеді. Ол қараңыздар, бізде адамдардың ең соңғы адам технология адам екен. Ал енді жалпы митоз деген не? Соған тоқталайық. Митоз бұл бізде соматикалық, яғни дене жасушаларының бөлінуі болып табылады. Нәтижесінде бізде аналық жасушаның генетикалық тұрғыдан бірдей екі жаңа жасуша пайда болады. Яғни бізде бұл 2N, қазір мен сіздерге нақты суретін салып көрсетейін. Қараңыздар, 2, қызыл ручка алайық. 2N және 2N болып қана хромосома саны өзгермейді. Бұны ескеріп алыңыздар. Неліктен? Себебі генетикалық материал толық сақталады. Сіздердегі митоз нәтижесінде болатын 2N нәтижесі 2N болып қалыптасатын болады. Митоз біздің кезеңдерде екі негізгі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі бұл кариокинез. Жазып алыңыздар. Екінші кезеңі бұл цитокинез. Барлық көрініп тұр ғой, қараңыздар, цитокинез. Енді кариокинез деген не? Кариокинездің біздегі аудармасы бұл ядролардың бөлінуі, ядролардың. Ал цитокинездің цитоплазманың. Енді цитокинездің өзі айтылып тұр, тазалап тастайық, біздің бетіміз қазір тағы керек болады. Бәрін өшіріп. Новый бет аша саламыз, қазір. Енді тоқталатын нәрсе, митоздың өзі бізде бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Митоздың кезеңдері жаңағын айтып өттік, кариокинез бен цитокинез. Бұл жерде суретте нақты көрсетіліп тұр. Міне, екі репликация ДНК деп тұр ғой. Яғни сіздерде репликация бұл ядроның ішінде жүретін процесс болып табылады. Ал кейінгі бізде уже цитокинезге өтетін боламыз. Енді профазаға тоқталайық. Профаза деген не? Профазаның да суретін салайық. Күтіп тұрсаңыздар. Мына жақта қалай бәрін өшіріп жібереді? Все таптым. Енді профазаға тоқталайық. Профазаның суретін салайық бірінші. Бұл бізде бір жасуша. Ішінде бізде ядро болады, ядроның ішінде ядрошық болады. Оны өздеріңізде білесіздер. Профазада бірақ ядрошық болмайды, соны ескеріңіздер. Сол себептен біз ядрошықты алып тастаймыз. Яғни сіздер ядрошықтың бізде хроматидада, хромосоманың екі хроматидадан тұрады. Осы ядрошық жойылып, хроматида пайда болады. Сіздерде центроль жасушасының қарама-қарсы полюстеріне кететін болады. Яғни сіздерде мына жақта бізде центроль деген екі точкамыз болады. Мынауының сызықтары болады. Кейін бізде түзілген жіпшелер хромосомалардың ортасына қарай ығысады. Оны қазір барлығын түсіндіріп өтемін. Ал осы ядроның ішінде жаңа хроматидаларды айттық қой, соны суретін салатын боламыз. Бұл хроматида дегеніміз хромосоманың екіге бөлінуі. Бұл жерде яғни былай екіге бөліну процестері жүретін болады. Түсінікті ғой? Енді сіздер негізі профазаны түсініңіздер. Мені қараңыздар, суреттеріне де қарасаңыздар, ортасында хроматида, хромосомалары тұр, және центрольдар көрсетілген. Ал енді келесі бетке өтейік, бұл бізде метафаза. Негізі бізде қандай этаптарға бөлінеді? Бізде митоздың өзі профаза, метафаза, анафаза және телофаза болып бөлінеді. Бұл бізде екінші этап, яғни екінші бөлімі. Суретін бір қарап алайық. Метафазада бізде не жүреді? Хромосома
жасуша так бізде хромосома жасушасының экватор жазықтығы тізіліп орналасады. Сызықтарды көріп тұрсыздар ғой, осыны біз экватор жазықтығы дейміз. Әр хромосоманың центросымен бізде жіпшелерге бекінеді. Осы сызықтарды біз жіпшелер деп атайтын боламыз. Осы сызықтарда сіздерде жаңағы екіге бөлген хроматидаларды екі жаққа тартатын болады. Бұл бір жасушаның ішінде болып жатқан процесс. Бұнда суретін салып көрсетейік, неге көрсетпеске. Так, міне бізде уже жасуша үлкейді, сәл үлкейді, кішкене сопақ болып кетті, жақсы. Қараңыздар, бізде уже ядро жоқ, жаңа ядроны салған болатынбыз. Енді хромосомалардың хроматидаға бөліну процестерін саламыз. Мынау хромосома деп елестетейік, центролі екі жаққа кетті. Бұл түсінікті нәрсе. Енді бұның бізде веретена дейтін тартып алатын центросомасында жіпшелері болады. Мына жіпшелерді біз веретома дейміз. Осы жіпшелермен сіздерде хроматидалардың тартылуы жүреді. Осылай, тура осылай әрқайсысы салып алсын, конспектлеп алсын. Бұл бізде метафаза. Метафаза түсінікті, я? Енді қараңыздар, келесі этапқа өтейік. Бұл бізде анафаза. Анафаза. Үшінші этапқа келдік, үшінші бөлім анафаза суретін қараймыз, тағы назар аударамыз. Жаңа метафазада хроматидалар бір-біріне әлі бөлінбеген, бірге тұрды, я? Ал анафазада хромосомаға, әр хроматида жеке-жеке хромосомаға айналады. Яғни біз хроматидада бөлінген болса, енді хромосомаға айналатын болады. Және хромосомалар жасушасы қарама-қарсы көріп тұрғандарыңыздай полюсте бізде жылжымалы түрде, яғни өзінің центрольдарына тартылатын болады. Бұнда суретін салып көрсек. Давайте бір басқаша салайықшы. Мен жасыл түсін атамын, жасыл салайық. Так, бұл жерде бізде уже кішкене екі ядроға бөлінгенін көруге болады. Екі ядро дегенде екі жасушаның денесі шығып жатыр, я? Осының бізде хроматидалары хромосомаға айналып, екі жаққа бөліну үстінде. Яғни жаңа битіп тұрған, ортасынан былай бөлініп кетті де, птичка сияқты болып қалды, я? Көріп тұрсыздар ғой. Осының центрольдерге әрқайсы өзінің экваторына тартатын болады. Мына жерде де соны көруге болады. Бұл бізде, так, анафаза. Анафазаға тоқталдық, я? Енді келесі анафаза, одан кейін барлығын қорытындылайтын бізде телофаза. Телофазаның суретін көрсеңіздер, уже бізде ядроның жеке әрқайсының жасушаның жеке ядросы қалыптасқан. Ядросын ішінде өзінің хромосомалар тұр, центрольдары мен жасуша өзі жеке кәдімгідей бір жеке ядро, жеке жасуша болып қалыптасқан, я? Ал бұның суретін енді не салмасақ та түсінікті, бірақ салып өтейік. Так, қараңыздар. Бұны да жасыл түспен сала береге. Кішкене темный жасыл алайық. Енді қараңыздар. Бұл жерде уже бізде екіге кәдімгідей бөлінген. Енді әлі толыққанды бөлінбеген, кішкене ортасын көріп тұрсыздар, әлі бөлініп үлгерген жоқ бұл. Бірақ әрқайсының өзінің ядросы бар, өзінің хромосомалары бар. Бір емес, енді бірнеше хромосома болады. Кейін әрқайсының өзінің центрольдары жүретін болады, я? Оның центрольдары енді бір жаққа ғана ығысады. Жалпы бұл түсінікті, я? Телофаза. Және телофазадан кейін бізде ең басты этап цитокинезге өтетін боласыздар. Цитокинез. Енді телофазадан қараңыздар. Жалпы митоздың біз толыққанды әр этабына тоқталдық. Негізінен неше этап бар екен? Профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 4 этабына тоқталдық. Оның өзі екіге бөлінеді деді, кариоплазма мен цитоплазма. Енді миоз туралы ақпарат. Ал бізде миоз дегеніміз не? Миоз дегеніміз бұл гаметалар түзу болып табылады. Яғни сперматозоид пен жұмыртқа жасушалары, жыныстық жасушалардың бөлінуі болып табылады. Бұл тұста бізде хромосома саны тұрақтылықты сақтау тиіс. Бұл ең негізгі мақсаты. Тұқым қуалауға әсер етеді. Аты айтып тұрғандай, біз митоз деген бұл сомалық болса, миоз болса, бұл бізде жыныстық. Тұқым қуалау алуан түрлілігін қамтамасыз етеді, былайша айтқанда. Енді бұл жерде негіз көріп тұрсыздар, бұл жерде профаза, метафаза, анафаза, телофаза бар, бірақ бір реттік болып жүрмейді, екі реттік болып жүреді. Нәтижесінде бір аналық жасуша 4 жаңа гаплоидты жасуша түзеді, ал генетикалық әртүрлі бір-біріне ұқсамайтын ұрпақ жасушалары пайда болады. Митоздың кезеңдері, яғни бізде миоз 1, миоз 2
болып табылады. Редукцияға бөліну және де эквациялық бөліну болып табылады. Бұның барлығын біз жаңа салып өткен, яғни сіздерде былай түсіндірейін. Бізде профаза болды, оның ядросы болды, и метафаза болды. Ол жерде сіздерде уже бізде телокоидтардың бөлінуі болып жатыр. Енді телокоидтардан кейін сіздерде профаза, метафаза, анафаза болып жатыр. Телокоидтардан уже бөлек хромосома пайда болып жатыр. Кейін бізде екі негізгі жасушаның бөлінуі болып жатыр. Цитокинезге дейінгі. Яғни осы бізде процестің барлығы екі еселенеді. Давайте мына қызылмен жазайық. Екі еселенеді. Осының барлығы екі еселенеді. Жалпы онда бізде миоздың кезеңдері редукцияға бөліну, яғни сіздерде жаңағы миоз 1 болып жүреді, миоз 2 уже эквациялық бөліну, яғни митозға ұқсас болып келеді. Бұл жерде сіздерде тура митоз секілді тек екі еселенеді. Оның басқа ешқандай артықшылығы болмайды. Конъюгацияға енді тоқталайық. Біздің ең соңғы тақырыбымыз енді конъюгация. Конъюгация деген не? Бұл бізде миоздың профаза 1 кезеңде болатын ерекше құбылыс болып табылады. Бұл құбылыс деген жалпы бізде не? Суретте көріп тұрсыздар, міне конъюгация ұғымын біз бейнелеп қойғанбыз. Гомологты хромосомалар бір-біріне жақындасып жұптасады. Мынау жасушаларды көріп тұрсыздар, аналық пен аталық жұп бір-біріне жақындасып жұптасады, былайша айтқанда. Осы кезде бізде кроссинговер жүреді. Ал кроссинговер деген не? Яғни бұл хромосомалар өзара ген бөліктермен алмасады. Яғни кроссинговер бізде конъюгацияда жүретін процесс, оны жаттап аламыз, міндетті түрде жаттап алу керекпіз. Нәтижесінде жаңа генетикалық комбинациялар түзіледі. Кейін бізде тұқым қуалау, алуан түрлілігі қалыптасатын болады. Жалпы бұл ең басты біздің айта кететін жайттар. Енді өзіміздің видеоға тоқталайық. Митоз дегеніміз дене жасушаларының бөлінуі, және де оның 4 фазасы болады. ОБТ-да осы фазаларды рет-ретімен сұрайды. Кішігірім лайфхак, оларды оңай жаттап алу үшін мына бір әріптерге назар аударыңдар. ПМАТ. Әріптер қалай орналасып тұр, значит митоздың фазалары дәл осылай болады деген сөз. Алайда мына бір суретке назар аударайық. Бірінші сурет бізде профаза. Не көріп тұрсыңдар? Ядроның қабығы еріген, ДНК шишықталып, хромосомаға айналған, ядрошық жолы кеткен. Метафаза кезінде хромосомалар экватордың бойына жинақталып тұр, и осыны бізде метафаза пластинкасы деп атайды. Анафаза кезінде бөліну ұршықтары бізде хромосомаларды бір-біріне біріктіріп, полюстерге ажыратып жатыр. Телофаза кезінде уже движение тоқтап, жасуша екіге бөлінейін деп жатыр. Осы кезде бізде цитоплазма екіге бөліну цитокинез деп атайды. Бізде бітті, мынаны басы сәл көрінбей қалыпты. Негізі, бұл жерде мен не айтқым келді? Қараңыздар. Тағы да бір түсіндіріп өтейін. Түсіндірмесе болмайды, енді әркімге керек нәрсе, ең маңызды нәрсе. Бұны білмей қалсаңдар, ертең биологияны түсінбей қаласыңдар. Сол себептен П мат деп жаттаймыз. П мат. Бұл жаңағы 4 кезең, негізгі кезеңі. Бізде П профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Бұл жерде уже екі ядро пайда болады. Енді митозды сақтау лайфхак. Енді бекті сұрақтарына